Түркияға Астана қаласынан 20 құтқарушы барды. Олардың енді іріктеуі біріншіден тәжірибесіне қаралды, және де стажына қаралды. Сол себепті 20 іріктелген адам бәрінде де тәжірибесі болды. Алайда арамызда да енді жас жігіттер болды. Жасы ең үлкен, ол 50-ден асқан. Жасы шамамен 53-тегі Кишкутса Виталий деген. Ең кішісі ол 20 жастағы жігіт, 21-дегі 2 жыл болды жұмыс істеп жүрген. Қысқа уақытта болды іріктеуі. Себебі ең бірінші эшелонмен Алматы қаласы кетті. Және де бізді сіздер екінші эшелонмен барасыңдар деп ескерту болған жоқ. Содан кейін кешке қартай сағат 8-дердің шамасында бізге әрқайсымызға бөлім басшыларына звондап, кімнің паспорты бар деп, сол паспорты бар адамдарды дайындап, соның барлығын паспорты бар адамдар жинадық, тізімді қарадық, соның тізімнің ішінен 20 адамды іріктеп алдық. Жалпы біздің жұмысымыз Түркияда болсын, өз елімізде болсын, қаупі бар жұмыс. Төтенше жағдай болғаннан кейін біздің енді жалпы айтқанда отбасыларымыз ондайға үйреніп қалған. Ең бірінші жеткен кезде біз Газиантеп аэропортына қондық. Газиантепте содан кейін бізді қарсы алып, алдымен тамақтандырып алды. Содан кейін сол Газиантепте штаб болғаннан кейін адамдарды қай жаққа қанша адамнан бөлеміз деп сондай штабта ойластырды. Содан кейін Астана қаласын және де Қарағанды қаласын Нұрдағы провинциясына жібереді деп шешті. Таңертең таңғы 6-да тұрып, содан кейін бізді әкімшілік қайттан қарсы алып алды. Бізге бірінші объекті көрсетті. Ол жерде 2 қабатты үй. 2 қабатты үй, бірақтан да Түркияның құтқарушылары жұмыс істеп жатты. Сол себепті олар бізді басқа үлкенірек объектке жіберуге жөн көрді. Содан кейін екінші объектке апарған кезде ол жерде 7 этаждық үлкен үй. Сол жерде шамамен информация бойынша бізге 20 адам бар деп айтқан. Сол кезден бастап жұмысқа кірістік. Сол барлау жасап, разведка. Визуально қараған кезде адам тапқан жоқпыз біз. Неге? Себебі біздің алдымыздан әрбір осындай құлаған үйлерді өзінің Түркияның құтқарушылары тез уақыт арада аралап қараған. Оларды сол жерден тірі адамдарды шығарған, және де өлі адам денелерін шығарған, бірақ та тереңірек қазбаған. Содан кейін, олардан кейін біз жұмысқа кіріскен кезде осы барлау жасап, содан кейін өзімізге андай техника қауіпсіздігі жағынан шаралар қолданып, тіреулер қойып, содан кейін сондай үйінділердің астына кірдік. Сол кезде үйінділердің астына кірген кезде біз тірі адамдарды байқап қалдық. Ол кезде астына кірген кезде кешкі уақыт болды. Шамамен кешкі 9-ның уақытында. Сол ең бірінші ер адамның тірі адамды таптық. Ер адамды жасы шамамен 50-ден асқан кісі. Ары қарай іздеген кезде әйел адам дауысы шықты. Содан кейін енді 2 группаға бөлініп, бір группа сол ер адамды шығара бастадық, екінші группа әйел адамды шығара бастадық. Оның қасында тағы да бір әйел адам бар екен, анасы болған екен. Сол информацияны толығымен жинап, олар қай жерде орналасқан, қастарында не бар, біліп алғаннан кейін аудармашылардың көмегімен. Содан кейін ғана біз жұмысқа кірістік. Үйінділердің астында қалып қойды. Себебі үстерінен бірнеше плита өтті. Сол себепті
оларды шығару үшін көп уақыт алды. Қанша сағат? Бірінші ер адамды шығарған кезде бізде 3 сағат алса, ана әйел адамдарды шығару үшін 6 сағаттан артық жұмыс істедік. Сонда сол ең бірінші күні біз тоқтамай 24 сағаттан аса жұмыс істедік. Осы үйден біз 3 тірі адам және де 11 адамның денесін шығардық. Көп адамдар жатын бөлмеде табылды. Ал кейбір адамдар, киініп үлгерген адамдар, олар подъезде табылды. 3 нәресте болды, 3 кішкентай бала болды. Енді жатын бөлмелерде табылған адамдардың жалпы андай денесі қатты зақымданған болды. Себебі олар еш нәрсе істеп үлгермеген, өздеріне андай қауіпсіздік жерді таба алмаған. Сол қалай жатқан қалпында сондай плиталардың астында қалып қойды. Өз басым батырлық іс деп айта алмаймын. Енді абыройлы жұмыс болғандықтан енді сондай енді халықтың өзі шешеді, өзі көреді, біз өз-өзімізге ондай баға бере алмаймыз.